өтпеді. Бізден кейінгі заман өтеді. Бірақ бір нәрсені біз есімізде сақтауымыз керек. Мен жағымпазданып, жалғампазданып, ертең бір орден медаль дәметіп отырғам жоқ. Қай заманда да билікке қарсы шығу емес, билікке қарсы сөйлеу, тұманды күні аңға шығумен бірдей. Не құсыңды алдырасың, не өзің жарға құлап өлесің. Бұл бір. Екіншіден, жаңа айтып отырмыз, орыс тілді өзіміздің қандастарымызды мүсіркеу керек. Ойбай құстар ертең жаңағы жұмыссыз қалады, әдіре қалады деп, соның жағдайын ойлауымыз керек дейді. Ал енді бүкіл қазақ тілділер қан жұтып, кәдімгі өзінің тілін құрбандыққа шалып, осындай қалға келіп, енді дегі бірі кетіп, кәдімгі шарасыз қалған кезде кім бізді мүсіркеп отыр? Кім бізді есіркеп отыр? Ал жарайды. Ертең жаңағы әріптейдің бірінші ретінде Назарбаевтың сөйлеп тұр екен дейді. Тұрсын? Неге тұрмайды? Неге тұрмайды? Сіз мұны қабылдаңыз, мұны қабылдамаңыз. Тәуелсіздіктің барлық тарихы Назарбаевтың есімімен байланыста болады. Оны сіз қабылдайсыз, қабылдамайсыз, бұл тарих. Бұл біздің тарихымыз. Оны сен санаңнан тұтып тастай алмайсың тарихынан да. Дей тұрғанмен, тарихтан кім өшпеді? Су ағады, тас қалады. Су деген билік, тас деген халық. Сондықтан халық төменнен әрекет ету керек. Мысалы, мен ертең өзім ешбір партияның мүшесі емеспін. Ертең Нұр Отан партиясының облыстық әйелдер конференциясына сөз сөйлеуге Талдықорғанға барамын. Не үшін барамын? Мен Нұр Отан партиясының қошаметтеу үшін, қолдау үшін, осыны тіпті екі қолыммен осылардың тірлігінің бәрі маған ұнайды деу үшін емес. Сол партияны мен пайдалану үшін барамын. Маған ол партияның жаңағы жинап берген аудиториясы керек. Ол партияның істеп жүрген ішіне мен өзімнің пікірімді қосуым керек. Ол партияның көзін бақырайтып қойып, сенің мынауың дұрыс, мынауың дұрыс деуім керек. Қазақша сөйлеуіңіз. Қазір, енді ұсынысым, мынау тілге байланысты болып отыр ғой. Бірақ тіл деген үлкен мемлекеттік саясат. Шын мәнінде мемлекеттігі тілі болды. Біздің егемендігімізді, тәуелсіздігімізді бүкіл дүние мойындаған болды. Бірақ біздің мемлекеттік тілімізді бір адам керек қылып отырған жоқ. Өйткені мемлекеттік тілімізді өзіміз қажетсініп отырғанымыз жоқ. Ол не үшін? Жаңағы жалтақ, жаңағы пиғыл, жалтақ шешелік. Мысалы, жаңағы мен өзім өте сыйлаймын дос көшім. Осы кісінің аузынан жаңағы орыс тілділерге обал деген сөзіне қарным ашып қалды. Неге оған обал болу керек? Түсінуге бөлек, айтайын дегені бөлек. Бұрмаңыз. Солай ма? Онда кешірім сұраймын. Енді бер жағында. Енді жаңағы Аллаға шүкір, егер бәрі осының бәрі ұмтылыс, біздің осы жиынымыздың бәрі бір қорытындыланып, әуелі Алланың құлағына, өнен кейін бар осы биліктің құлағына шалынатын болса. Осы тіл туралы, осы біздің тұжырымымызды, осы үндеуімізді қандай деңгейдегі, қандай дәрежедегі заң бақылайды. Егер бұл заң жүзінде бақыланбаса, ең болмағанда қазақтың ақ ниетімен ақ наны үшін бүкіл ұлт пен ұлыс ұйысып отыр. Нан деген сөзді аудармасыз нан дүкендерінің маңдайшасына аудармасыз жазғанға дейін қазақ тілінің көшірмесі көрілмейді. Кеше мысалы жарайды, президент сөйледі дедік. Президентке қазір міндет тағып отырмыз, сында тағып отырмыз, хан артынан жұдырық жасап отырмыз. Ал муфтиді не қарабасты? Бас муфтиді не қарабасты? Ол неге? Бүкіл біздің исламды ұстап тұрып, бүкіл исламның өркениетін бір қолымен ұстап тұрып, қазақтың тілін, ғылымын бір қолымен ұстап тұрып, неге сол орыстың тілінде сөйледі? Ұсынысым, белгілі бір деңгейдегі үлкен дәрежедегі кәдімгі бұлжымайтын заңменен бақылауға алынбай, бұл да осы айтқан жерде қалатын әңгіме болып қалады. Сондықтан ең бастысы сол қай деңгейдегі, қай дәрежедегі осы қабылдауда болады осы үндеу, осы шешім. Соған Сәлиқұл аға. Рахмет.